Сау саламатсыздар ма қымбаттыларым, күнделікті Құран кәрімнен үзінді оқиық. Рахман сүресі 533 бет. Бисмилля-рахмани-рахим. Күнәқарлар кескіндерінен танылады да кекілдерімен аяқтарынан ұсталады. Ендеше Раббыларыңның қай нығметтерін өтірік дейсіңдер? Міне осы күнәқарлардың жасынға шығарған тозағы. Олар тозақ пен қайнар судың арасында айналып жүреді. Ендеше Раббыларыңның қай нығметтерін өтірік дейсіңдер? Раббыңның құзырына шығудан қорыққан кісіге екі бейіш бар. Ендеше Раббыларыңның қай нығметтерін өтірік дейсіңдер? Екеуі де түрлі жемісті. Ендеше Раббыларыңның қай нығметтерін өтірік дейсіңдер? Ол екеуін де ағатын екі бұлақ бар. Ендеше Раббыларыңның қай нығметтерін өтірік дейсіңдер? Ол екеуінде жемістер пар-парымен. Ендеше Раббыларыңның қай нығметтерін өтірік дейсіңдер? Олар астары қалың жібек төсектерге сүйеніп отырады. Екі бақшаның жемістері жақын тұрады. Ендеше Раббыларыңның қай нығметтерін өтірік дейсіңдер? Бейіштерде өз ерлеріне телміренген, сондай-ақ өздеріне олардан бұрын адамдар да, жындар да соқтықпаған жұбайлар бар. Ендеше Раббыларыңның қай нығметтерін өтірік дейсіңдер? Ол жұбайлар яқут, маржан сияқты. Ендеше Раббыларыңның қай нығметтерін өтірік дейсіңдер? Жақсылықтың сыйлығы жақсылық қана. Рахман сүресі 533 бет. Сауабы сіздер мен біздерге болсын. Сау саламатта болыңыздар.